Сол АЕСП үлгіт алам, қызым стипендия алады. Огород бар ғой нектарда, 2000 теңге сол огородқа кейде шығамыз. Үй активі краскілеуге кейде шығамыз. Жағдайым осы. Операциям болмады, отказ болды. Денсаулық болмаған екен, жұмысты да істей алмайсың. Bir жерге барып, 2 күн істеп, 3-ші күн ауырып қалсаң, айлықсыз да қаласың, жұмыссыз да қаласың. Тұрмысқа шыққалы үйсіз жүрсіздер ме? Қазір 20 жыл болды. 20 жыл болды. Алдында біз ана неде ауыл жерлерде енді ақша төлемейтін болған соң тұрып жүрдім де. Ақша төлемей қойсын, қараулықана бос тұр, сол жерде тұра берсін деген соң. Сол жерде тұрдым балдарыммен. Бірақ ол жерде ет соятын болған соң иіс деген жаман болады екен. Өзім сөйлей алмаған соң ба, түсіндіре алмайым ба? Барған жерінен ше. Бізге де бір күн бұйырар деп Алладан сұрайтын едім. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін Шымкент қаласы 6 баланың анасы Айжамал әпкемізге кезекті Харекет қайырымдылық қорының 270-ші баспананың кілтін табыстауға қуанышты бірге бөлісуге бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі Харекет қайырымдылық қорының 270-ші кезекті баспанасын Айжамал әпкемізге табыстаймыз. Құтты болсын әпкем. Ал бауырым, құтты болсын. Харекет қорына үлкен рахмет. Осындай баспана алып, осындай азаматтық сізде бар болсын. Осы Харекет қайырымдылық